Саламатсыздар ма? Мен Төлеубаева Рысқан Аманбекқызы, Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің сабақ қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы етістіктің шақтары. Сабақтың мақсаты етістік туралы алған білімдерін пысықтау, етістіктің түрлерін ажырата үйрету, сөздік қорларын сақтай қабілеттілігін арттыру. Етістіктің осы шақ, өткен шақ, келер шақ түрлері. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп те аталады. Етістіктің шағы осы шақ. Сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекет. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Өткен шақ. Сөйлеп тұрған сәтте бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекет. Мысалы, мен жазда Астана қаласына бардым. Келер шақ. Сөйлеп тұрған кезде әлім болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекет. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Шақтың мағынаны білдіретін етістіктің көбінесе жіктеліп келеді де, сол арқылы жақтық жағын береді. Жіктік жалғау шақ көрсеткіштеріне есімше, көсемше және арнайы шақ жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, оқығанмын, барыпты, бармақсың, сөйлеп тұрғансың, көмекші етістік. Жазып отырғанмын, морфологиялық талдау. Өткен шақ, барғанмын, жазып отырдым. Осы шақ, оқимын, келдім. Келер шақ, барамын, сөйлеп отырсың. Мысалдар осы шаққа: ұшып келеді, шашып тұр, жазып отыр, ойнап келеді. Өткен шаққа: тіккенбіз, тыңдадым, қонды, шықтым. Келер шаққа: тігеді, тыңдайды, ойнайды, келеді.